Орал қаласының вокзалы бүгін деген қыркүйектің 28-і, яғни 22-ші жыл. Сағат 11:30-да түсірілген. Қай уақытта түсірілгені маңызды емес, бірақ дегенмен де қай уақытта болса да минут сайын, секунд сайын бұл орыс көбеюде. Орыс көбейді қазақ елінде. Ауыздарында бір қазақшалығы жоқ, тілді білмейді. Енді бірақ дегенмен де тілді білмесе де өз елдерін, өз отандарын сатып қорғай алмай келіп жатырған орыстарға біздің қазақ елі жанашырлық танытып жатыр екен. Жанашырлық танытқандар соншалықты тіпті төрін дайындап, қазақтың қара домбырасы іліп тұрған төрімізді дайындап отырған қазаққа не айтуға болады? Жоқ, қорқынышты екен, әрине. Біздің қазақтың студенттерін, көп балалы аналарды пәтерлерден қуып жатырсыздар. Бұл не сұмдық? Бұл орыстарда не күтіп отырсыздар? 250-300 мың теңге ақшаларын сіздер төрлеріңізді сатып отырсыздар. Ойланыңыздар. Бұл орыстардан қандай қайыр күтіп ердіңіздер? Өз отандарын, елдерін, әйелдерін, балдарын тастап қашып келіп жатырған ер азаматтардан не күтесіздер? Қазақтар, ойланыңыздар.